Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді Мешіт Лайф Инста және YouTube парақшасының көрермендері. Сіздермен бірге біле жүріңіз діни танымдық бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Сүлеймен Нұрдаулет. Біз бүгін Ақжар елді мекеніндегі Әссалам мешіті жанындағы Әссалам қайырымдылық мекемесіне келіп тұрмыз. Яғни бұл жерде балаларға білім беруде. Жалпы ислам дінінде білімге қатты мән беріледі. Алла Тағаланың біздер үшін түсірген Құранының ең алғашқы аяттарының да бірі осы білім алу туралы. Ендеше біз бастаймыз. Әссалам қайырымдылық мекемесінің басшысы, директоры Нұрлыбек ағамыз. Нұреке, осы Әссалам қайырымдылық мекемесі қашан ашылды? Қалай ашылды? Кімдер ашты? Соған жауап берсеңіз біздің көрермендерімізге. Өткен жылдың қыркүйек айынан бастап ашылды. Және сол бір жылдың ішінде салынды ғой, Алланың қалауымен. Бірінші қыркүйектен бастап бала қабылдап оқытып бастадық. Салған осы жергілікті демеушілер. Мемлекеттік мекемеге жатпайды, жеке діни басқарманың жеке мекемесі. Діни басқарманың қарамағында жеке мекемесі. Осы енді Әссалам орталығының білім беру орталығы ғой. Мақсаты не мақсат? Мақсат сол өскелең ұрпақты адами, рухани бір құндылықтарға тәрбиелеу, патриоттық отансүйгіштікке тәрбиелеу балаларға. Сондай-ақ имандылықты үйрету, адал мен арамды үйрету деген мақсатта осы әр жерден осы облыс көлемінен балаларды жинап оқытып жатырмыз. Тек қана Ақтөбе емес? Мүмкіндігінше Ақтөбе облысынан қарап жатырмыз, бірақ енді кейбір облыстардан келеді өтініш қылып. Бір-екі адамдай бар одай. Басқа облыстардан. Дені Ақтөбе облысынан негізі. Сосын сіздердегі оқытып жатқан жалпы қандай білімдер көбіне? Құран жаттау? Бізде Құран жаттау енді бірінші кезекте күнделікті жүретін сабақ, себебі араб тілінде болғандықтан, арабша жазу болғандықтан көп тексеруді қажет етеді. Оның сыртында негізгі діни мағлұматтар беріледі. Ақида жөнінен, сенім негізінен, шариғат негіздерінен және әдеп, ислам әдебінен беріледі. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны үйретіледі. Сонымен бірге мына өзіміздің ұлтымызға байланысты, дәстүрімізге байланысты сабақтар болады ғой. Әдеп сабағына кіреді оның барлығы. Әдеп ұлттық сабақтар да бар да. Салт дәстүр, ұлттық құндылықтар, әдеп сабағында барлығы қамтылады негізінен. Есімің кім болады? Сұлтанбек. Атың Сұлтанбек, иә? Жасың нешеде? 13-те. 13-тесің. Мына жерге қашан келдің оқуға? Осы бірінші басталғаннан бері. Қыркүйектен бастап, иә? Не үйреніп жатсыңдар? Әдеп, салт дәстүр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны, тағы да басқа әдептерді үйреніп жатырмын. Мына жерде оқыған ұнап жатыр ма? Иә, жақсы. Осы жаққа келгелі Құран үйрендім. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде ұстаз болғым келеді. Балаларды оқытқың келеді, ұстаз бол. Алла Тағала ниетіңді қабыл етсін. Үлкен азамат бол. Нұреке, енді оқытатын балдарыңыз туралы айта кетсеңіз. Кімдерді оқытасыздар? Жас ерекшеліктері? Біз осы оқу мекемеміз ашылғаннан кейін, оқу жылының басында балаларды 7-8 сыныптың балаларын қабылдадық. Ішке біз қандай мүмкіндігіміз бар, сол баланы бәрін толық қабылдадық. Енді сол балалар 7-ші класстағы балалар 8-ші класс, 9-ші класты оқып бітіріп шығу керек. Онан соң оның орнына бала қабылдаймыз жаңадан. Яғни сіздер жылда бала қабылдамайсыздар, иә? Келешек бір 2 жыл осы баламен өтеміз. Одан кейін алғашқы қазіргі 8-ші сыныбымыз 9-ға өтеді, 9 бітіреді. Одан соң жаңа орнына бала қабылдаймыз. Енді мектеппен бірге мектебіне барып келеді, иә? Солай ғой. Мектепке қатынап оқиды. Мектептен тыс уақытында біз оқытамыз. Осы жерде жатып оқиды.
Мектепке сіздер апарып алып келесіздер, иә? Иә, мектепке өздері барып келеді, мектептің өзінің автобусы бар. Осы жерде жақын. Жақын жерде. Енді бітіргеннен кейін бұл балдар кім болып шығады? Сіздерге 3 жылдай оқығаннан кейін. Бұл балдарға арнайы бізден бір мамандық берілмейді. Біз бұл балдар енді қандай мамандыққа ие болса да, қандай мамандықты меңгерсе де, бұл балдарда енді адамгершілік, имандылық, еліне деген адал қызмет сенімі болса іштерінде, бізге керегі сол тек қана. Қандай мамандыққа оқыса да өз еркінде, біз сол ұлтжандылыққа, патриоттыққа тәрбиелесек, адал мен арамды үйретсек, ең бірінші дінін білетін, дәстүрін білетін салихалы ұрпақтар тәрбиелейміз дейсіз ғой. Иә, қазіргі біздің халыққа жетпей жатқан, қажет болып жатқан нағыз осы адами құндылықтар қазіргі таңда осылар. Осыларды беруге қазір тырысып жатырмыз. Дұрыс, Алла разы болсын. Енді оқу ақысы қалай? Тегін ба сізге? Тегін оқиды, оқуы да тегін, ішіп-жем тамағы да тегін, бізде 3 мезгіл тамақ беріледі. Жатын орны барлығы тегін. Жақсы, рахмет Нұреке, істеріңізге Алла береке берсін. Есімің кім? Жақсылық Асадұлы. Жасың нешеде? 13-темін. Мына жерде не үйрендің келгелі? Келгелі ислам негіздерін және пайғамбарымыздың өмір баянын үйрендім. Және Құраннан Құран жаттап жатсың, иә? Құран жаттап жатыр. Қанша жаттадың Құран? Құран екі пара болып қалды. 2 пара болып қалды. Келгелі қыркүйектен бастап оқығалы 2 пара жаттадың, иә? Иә. Жақсы. Күніне неше бет жаттайсың? Шамамен. Күніне 6-7 жол жаттаймын. 6-7 жол жаттайсың, да? Иә. Жақсы. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде қари, хафиз болғым келеді. Әке-шешем басына нұрдан тәжік еткізгім келеді. Яғни Құранды толық жаттап, меңгеріп, дұрыс. Алла разы болсын, Алла Тағала сол алға қойған мақсатыңа жетуді нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, міне елімізде осындай дінін үйрететін, имандылыққа үйрететін, дәстүрге үйрететін, ұлтын сүюге, елін сүюге үйрететін осындай білім орталықтарының көбеюі нәсіп етсін. Егер видео ұнаған болса, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.